Онлайн-сервис бухгалтер көмегімен салық есептілігін қалай толтыру және тапсыру керек. Онлайн-банкке кіріңіз, одан ары жеке кабинетіңізге өтіңіз. Атаулы бөлімнен онлайн бухгалтерияны таңдаңыз. Декларацияны жасау үшін салық бөліміне өтіп, салық нысанын таңдаңыз. Есептілікті бастау үшін декларацияны жасау батырмасын басыңыз. Есеп беруді тапсыру қажет жылды, жарты жылдықты және декларация түрін таңдаңыз. Әр ай сайынғы табыс сомасын жеке-жеке толтырыңыз және жүйе автоматты түрде салықты есептейді. Егер шағын орта бизнес бойынша жеңілдігіңіз болса, онда жалпы табысыңыздан жеке табыс салығы және әлеуметтік салық алынбайды. Қызметкерлер бөлімінде қызметкерлердің жалақысынан төленген салықтар мен төлемдерді көрсетіңіз. Толтырылған есептілікті сақтаңыз. Назар аударыңыз. Есептілікті сақтамас бұрын салық органының дұрыс таңдалғанына көз жеткізіңіз. Мемлекеттік кірістер бөліміне жолдау үшін электронды сандық қолтаңбамен қол қойыңыз. Декларацияны тапсыру мәртебесін білу үшін мәртебені алу түймесін басып, электронды сандық қолтаңба көмегімен қол қойып, сұранысты қайта жолдаңыз. Егер мемлекеттік кірістер комитеті сіздің декларацияңызды қабылдаған жағдайда, бухгалтерлік есеп жүйесінде мәртебе қабылданғаны көрсетіледі. Салық есептілігін қабылдау туралы хабарламамен танысу үшін құжатты жүктеп алыңыз.